Енді әрі қарай біз мына жерді тоқуымыз керек болады. Мінекей мынау жаңағы баудың өтетін жерінде бірге осы жерден тоқимыз. Екі жағын бірдей тоқиын деп тұрмын, қыздар. Шамалы қиындау болады, бірақ екі жақты бірден тоқсаңыздар, мынау не түзу шығады, екі жағы бірдей болады. Мына жақты аяқтап мынаны тоқсақ, кейін мына жерден регулировка жасау қиын болып кетеді. Сондықтан мен мастер-класста бірге түсіріп көрсетейін деп шештім. Енді қараңыздар, мынау аралық. Егер де сіздердің аяқтарыңыз жалпақ үлкен болатын болса, мынау аралықта сәл ғана қалдыру керек болады. Осындай ғана ше, бір 2 сантиметрдей ба, себебі мынау аяқ киімді киген кезінде былайынан көтеріледі ғой, сол мынаның бәрі жауып тұру керек та, сол кезде былайынан ашылып тұрған кезде ше, қыздар. Сондықтан менде мінекей жіңішке аяққа 36-37 размерге мынау жерде 9 ғана петля қалдырып тұрмын. 38-39 болса 7 қалдырыңыздар. Егер де мына жердегі петля саны сіздерде тақ болатын болса, онда тақ қалдырасыздар. Жұп болатын болса, жұп қалдырыңыздар да, сол кезде былай екі жақты есептеуге оңай болады. Яғни мына